Тоймуртамаев атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің өзін-өзі басқару ұйымының көшбасшысы, президенті Қаратас Қанағат Жақсыбекұлы. Сіздерді Мұхтар Әуезовтің 125 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Мұхтар Омарханұлы Әуезов, қазақтың ұлы жазушысы, Қазақстан ғылым академиясының академигі, қоғам қайраткері, ғұлама, ғалым, профессор. Ол қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданындағы Бөрлі деген жерде 1897 жылы 28 қыркүйекте туған. Шыққан руы Қожа. Мұхтар Әуезовтің атасы Әуез ешкіше сауаты бар, араб, парсы, Орта Азия әдебиетімен таныс болған. Мұхтар атасы Әуездің үйретуімен ескіше хат таниды. Ол 1908 жылы Камаладдин Хазрет медресесіне оқуға түседі. Кейіннен орыс училищесіне оқуға түсіп, 1910 жылы 5 класстық орыс мектебіне ауысады. 1915 жылы училищені аяқтап, мұғалімдер семинариясына оқуға түседі. Мұғалімдер семинариясында оқып жүрген кезде Дауыл атты алғашқы шығармасын жазады. Мұхтар Әуезовтің әлемге әйгілі роман эпопеясы Абай жолы қазақтың көркем прозасын классикалық деңгейіне көтеріп, әлем әдебиетіне қуат алып келді. Әуезовтің шығармаларында қазақтың ұлттық дәстүрі жайлы жан-жақты айтылды. 20 ғасырдың ең үздік туындыларының бірі осы Мұхтар Әуезовтің шығармасы болды. Мұхтар Әуезовтің шығармасы тек қазақ елінде ғана емес, бүкіл түркі елінің дүниесіне танытты. Әуезов Қобыланды батыр. Қият рулы Қараманның жоғаттанып бара жатып, құрдасы Қарақұпша Қобыланды батырға айтқаны. Қараман айтты: "Құрдасжан, мен сейілдің ұлы Қараман, Қазанға кетіп барамын. Жүрмейсің бе құрдасжан, көп қоқал қыламын. Замандасым, мұңдасым, заманы бірге сырласым, жылы бірге жылдасым, жасы бірге құрдасым. Қазан деген шаһарға сапар қылып жол шетіп, жүрмейсің бе жолдасым. Қобыланды сонда сөйлейді: бағымды бастан алмасын, алдарды нәж алмасын, ақыреттік жолдасым, ителгі құстай іледі, сүйкімді назбен күледі. Менің барар бармасымды үйдегі құртқан біледі." Мұхтар Әуезовтің әлемге әйгілі тарихи романдарының бірі. Ол Ленин сыйлықтарына ие болды. Абай жолы 4 томдық мемлекет лауреатын ие алды. Абай жолы туралы Луи Аргон былай дейді: "Бұл аз, 20 ғасырда бұдан артық шығарма табу өте қиын" дейді. Біз осы челленджімізді Жамбыл атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің өзін-өзі басқару ұйымына жолдаймыз.